Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракату, құрметті бауырлар. Алла субхана тағала баршамыздың қасиетті мешітке басып келген қадамдарын сауаптан жазсын. Алла тағала әрқайсымыздың Құдайдың разылығы үшін көздеп істеп жатқан әрбір істерімізді, амалдарымызды бәрін қабыл етсін. Енді Алла тағаланың қалауымен біз әрбір дүйсенбі және бейсенбі шамамыз келгенше Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қадір қасиетін насихаттайтын ислам тарихындағы ұлы ғалымдардың бірі имам Қади Ияд рахимахуллаху тағаланың Әш-Шифа бит-Та'рифил Хуқуқил Мустафа атты кітаптан дәрістер жалғастырудамыз. Бұл кітапта шейх өзінің ғұмырын, ілім жолындағы бүкіл алған ілімін сарп етіп, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның барша қадір қасиетін насихаттауға тырысады. Және біз дәл қазір өтіп жатқан бабымыз ол Алла тағала қасиет Құранда қаншалықты Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тіл қатқан кезде жұмсақтықпен, көркемдікпен тіл қатқан, соны баяндаған болатынбыз. Және ең бірінші осы бапқа кіріскен кезде баяндағанбыз, қалайша Алла тағала Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның кейбір өз тарапынан кеткен қателіктерін айтқан кезде көркемдікпен айтқан болатын. Ей Мұхаммад, Алла тағала сен абыройыңды асқақтатсын. Бірақ сен осы мәселеде қателесің деп Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам кейбір қате иштихаттарын, қате шешімдерін Алла тағала ескерткен болатын. Бұл әлбетте көркем түрдегі мәміле дегеніміз. Және ғалымдарымыз айтады, осы аят арқылы Алла тағала бүкіл адамзатқа қалайша адамдарын мәміле істеуге үйреткен болатын. Әке өзінің баласымен, жұмыс орында басқаратын басшы өзінің қол астындағы кісілермен қалай жұмыс істеу керек, осы Құран аяты үйреткен деп ғалымдардың көзқарасын бөліскен болатынбыз. Өйткені егер бір адам жұмыс барысында немесе балаңыз қателескен болса, ең бірінші көркем түрде айтып, сосын қателігін баяндау керек. Өйткені Алла тағала Құранда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осылайша баяндаған болатын. Енді келесі аят, имам Қади Ияд рахимахуллаху тағала соншалықты Құран кәріммен байланысы, Алла тағаланың кітабын соншалықты терең білетіндігі көрінісі, Құрандағы кейбір аяттар теріп, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қатысты тұстарын бізге баяндайды. Сіздермен келесі таныстырғымыз келетін аят ол Исра сүресінің 74-ші аяты. Алла тағала Құранда былай деп баяндайды: «Лаула ан саббатнака лақад китта таркану илейхим шайян қалилан». Ей Мұхаммед, Алла тағала, егер Алла тағала сені қорғамағанда еді, Алла тағала өз панасына алмағанда еді дейді, сен мүшриктердің саған айтқан ұсыныстарына бой иіп, бой сұнып, соны айтқандарына ырғына көнуге аз қалдың, немесе көнуге ақырын көніп келетін еді деген сияқты Алла тағала Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға ескертеді. Немесе жалпақ тілмен айтатын болсақ, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға өзін жасатқан дауғатын тастап, діннің кейбір мәселелеріне селқос қарап, мүшриктердің ұсыныстары көп болған еді. Мысалы үшін Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға: ей Мұхаммед, сен біздің құдайларымызды, пұттарымызды сөккенін қой, келісейік. Егер саған ең әдемі әйел керек болса, Меккеде ең әдемі әйел алып берейік. Егер саған билік керек болса, билік те берейік. Егер саған осындай дүние керек болса, осындай дүние берейік деп ұсыныстар айтқан еді. Солардың бірінде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға: ей Мұхаммед, сен біздің құдайларымызды сөккенді қой, біз бір жыл сенің құдайыңа, бір Аллаға сыйынайық, келесі жыл сен біздің пұтымызға сыйын деген сияқты көптеген ұсыныстар келген еді. Бірақ Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам олар ұсыныстардың бәрінен бас тартқан. Және Алла тағала аят айтады: ей Мұхаммед, егер біз сені өзіміздің қамқорлығымызға алмағанда еді, Алла тағала сені өз мейіріміне алмағанда еді, сенің жүрегін олардың кейбір ұсыныстарына ақырын ауытқып, оған көнетін едің деген сияқты Алла тағала ескертіп жатыр. Енді осы жерде мен аятқа қатысты ғалымдарымыздың түсініктемесін айтқым келіп жатыр. Дін ғалымдар айтады. Қаулы бa'дул мутакаллимин. Кейбір ғалымдар былай түсіндірген еді: Атабаллаху тағала әнбия бa'да заллат. Алла тағала көптеген пайғамбарларды қателіктерінен кейін сөккен болатын. Мысалы үшін бір ғана мысал жеткізсе деп ойлаймын. Адам ата. Алла субхана Адам атаға тыйым салған жемістен, немесе жеміс ағашынан сояқтан үзіп жеуге тыйым салған еді. Бірақ Адам ата шайтанның уәсуасына еріп, сөйтіп Алла тағала тыйым салған жемістен жеді. Яғни Адам ата Алла тағаланың бұйырған, немесе тыйған тыйымнан тыйылмай, жаңағыдай шалыс әрекет істеді. Кейін Алла тағала
осы іс-әрекет үшін адам атаны сөккен болатын. Аса адаму раббаху деп, адам ата раббысына қарсы шықты деп. Енді осы жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ғасыр ғалымдар айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам шалыс қадам істемей тұрып, алла тағала алдын ала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи сақтаған дейді. Және егер біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи өмір баянына мән беретін болсақ, алла тағала осы аяттың ақиқаты екенін байындап, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам кішкентай кезінен бастап пайғамбар болмай тұрып та, пайғамбар болғаннан кейін де алла тағала алла елшісінің күнәлістерін сақтаған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ешқашанда діннің шеңберіндегі қателіктер, күнәлістер істеген емес дейді ғалымдарымыз. Бұны біздің ақида саласы мамандары ирхас деп атайды. Ирхас дегеніміз алла тағала пайғамбарларды кішкентай кездерінен бастап пайғамбар болмай тұрып күнәлі істерден сақтап жүреді. Мысалы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өмірінен бір оқиға айтатын болсақ, алла елшісі Меккеде балалық шағында қой бағып жүреді. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бірге ауысып қой бағатын қасында серігі болады. Сол бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жаңағыда қасында жігітпен ауысып Мекке қаласына барып, жастардың кешінде отырып көңіл көтеруді қалайды. Сөйтіп өзінің біздікі сменші келген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жаңа неге балалық кезінде, балалық шағында Мекке қаласына баратқан кезде алла тағала бір бейтаныс бір күш келіп, пайғамбарымыз соны ұйықтатып қояды. Қаяқтан болған нәрсе? Бұл нәрсені алла тағала алдын ала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды күнәлі болмаса да, бірақ оғаштықтардан осылайша сақтаған деп айтады. Бұны біз дінімізде ирхас деп атайды. Тура сол сияқты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам пайғамбар болғаннан кейін де алла тағала күнәлістерін сақтаған. Және баршамызға мүмкін көпшілік адамға белгілі, көбісіне белгілі емес шығар мүмкін, пайғамбарларға тән сипаттары бар, міндетті болған. Сол пайғамбарларға тән сипаттардың бірі, пайғамбарлар күнәлі істерден алыс болады. Алла тағала пайғамбарларға күнәлі істерден сақтайды. Оны бізде шариғатымызда айсма деп атайды. Яғни пайғамбарлар басқа адамдар сияқты күнәлі істерден ада болады. Жер бетіне келген қандай да пайғамбар болса, олар күнәлі істемеген деп айтады. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам алла тағала осында күнәлі істерден сақтаған. Тіпті мына аятқа қатысты айтатын болсақ, шайян қалилин деген сөз, мүшриктердің кейбір ұсыныстары келген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға мүмкін келісемін деген сияқты ой келді, бірден қашып кеткен дейді. Араб тілінде адамның бір зат істеу үшін ой келеді, егер ол ой тұрақтанбай кетіп қалатын болса, араб тілінде хотер деп атайды. Пайғамбарымыз саллаллаху ой келеді, мүмкін мүшриктердің ұсынысына келісуге болатын шығар деп, кейіннен барып ол кетіп қалады. Араб тілінде оны хотер деп атайды. Ал егер ой келіп, арғы ниеттің күшейіп, соны істеуге бет бұратын болса, араб тілінде азым деп атайды. Осы жерде ғалымдарымыз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осылайша көп ұсыныс келген кезде мүмкін деп ой келеді, бірден кетіп қалады дейді. Осындай ой келген кезде алла тағала айтады, ей Мұхаммед, алла тағала сені қорғады. Егер алла тағала сені бекем етпеген деді, мүшриктердің кейбір ұсыныстарына сен бет бұрады деп айтады. Бірақ алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ешқашанда күнәлі істерге апармай, әрқашан сақтап отырған болатын. Және осы жерде ғалымдарымыз айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға жаңағыдай кішкентай бір сәт қана ой келген кезде, бұл мүшриктердің ұсыныстарына мүмкін бойсынан ой келген кезде, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның мәшһүр дұғасы бар. Ең көп мұсылмандар айтатын дұғалардың бірі, оны көбісіміз білу керек деп ойлаймын. Ол қандай дұға? Пайғамбар айтқан болатын: Аллахумма ла такилни иля нафси тарфата айн. Аллахым, мені өзінің нәпсі қалауыма бір көз қағым деп айтамыз, бір көз қағатындай сәтке ешқашан мен қалдырмашы деп. Енді бұл өте мәшһүр, яғни ең танымал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам аузынан шығатын дұғалардың бірі: Аллахумма ла такил иля нафси тарфата айн. Аллахым, мені нәпсі қалауына бір көз жұматындай сәтке де мен қалдырмашы деп. Өйткені нәпсіге бір көз жұматындай сәтке қалдыратын болса, оны нәпсі адамды алыс өкінетін жайтқа апарып тастауы мүмкін. Сол себепті осы оқиғадан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әрқашанда Аллахтан осы дұғаны айтып жүрген екен. Сол себеп қарасаңыздар, құрметті бауырлар, Алла субхана тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды күнәлі іс істемей жатып, немесе бір шалыс қадам баспай жатып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам соны сақтау үшін осылайша ескерткен болатын. Осыған қатысты ғалымдар айтады: Атаба набия Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам қабля уқуғихим. Алла тағала кейбір пайғамбарларды қателікке ұшыраған соң барып қателік айтқан болса, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды қателікке ұшырамай жатып ескерткен деп жатыр. Не үшін дегенде, өйткені алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды қаттырақ осы істерін тоқтату үшін.
Және бұл дейді адамның өте қатты жаңағы алла тағаланың құзырында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мәртебесінің жоғары екенін білдіреді дейді. Мысалы үшін егер түсінікті болу үшін айтатын болсақ, егер сіздің балаңыздың бір қате іс істеп жүргенін көрсеңіз, егер осы істеп жатқан ісімен жүре беретін болса, бір өте үлкен қатерлі іске тап болатынын білсеңіз, сіз балаңызға жаны ашып айтасыз: ей балам, егер осылай істей беретін болсаң, осы ісің соңы осыған апарады деген сияқты сіз өзің балаңызға жанашырлықпен ескертесіз. Және сіздің балаңызға алдын ала ескертуің сіздің балаңызға деген махаббаттың көрінісі. Ал кейбір адамдарға барып, мүмкін бейтаныс кісілерге, танымайтын кісілерге сол жаңағындай жолмен жүріп түбінде қателігін түсінген кезде барып, мен саған айттым ғой бұлай істеме деп айтуыңыз мүмкін. Бірақ балаңызға жаны ашқан себепті алдын ала айтасыз. Тура сол сияқты алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды қателікке ұрынбастан бұрын осылайша ескерткен болатын. Бұл да құрметті бауырлар, алла тағаланың құзырында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның қаншалықты дәрежесінің жоғары екенін тағы бір көрінісі. Басқа аятта алла тағала былай деп айтады: мислуху қаулуху тағала. Осыған ұқсайтын тағы Құран аяты: қот нағлам иннаху ла яхзунука аллазина яқулуна фа иннахум ла юказибунак. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, құрметті бауырлар, өте қатты қауымына дінді жеткізуді қалаған. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осы жолда өте көп тер төккен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам дінді насихаттаудың барлық жолын қолданған. Тіпті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның дінді насихаттауы Нұх пайғамбардың дінді насихаттауына қарағанда ауқымды болған дейді. Өйткені Нұх пайғамбар, білесіз құрметті бауырлар, алла тағала Құранда Нұх сүресінде баяндағандай, халқын дінге шақыру үшін бүкіл айла тәсілдердің бәрін қолданады. Нұх пайғамбар айтады: ей Аллахым, мен қауымды ертелі кеш дінге шақырдым дейді. Мен қауымды жарияда жасырында дінге шақырдым дейді. Мен олар дінге шақырған сайын олар менен бет бұрып қаша берді дейді. Бет бұрып қашқан соншалық, егер уағыз насихат дін мәселе айтатын болсам, олар құлақтарын, кешіресіздер, қолдарын, саусақтарын құлақтарын тығып, киімдерін бастарын бүркеп алып қашты дейді. Нұх пайғамбар алла тағала Құранда баяндағандай өте үлкен шағым айтады: ей Аллахым, мен қауымды ертелі дінге шақырдым. Дінге шақыратын болсам, халқым болса, құлақтарына қолдарын тығып алады, киімдерін бастарын бүркеп алады. Бұл енді саусақтарын құлақтан тығу, киімдерін бастарын бүркеп алу мағынасы тыңдауға ниеттер жоқ. Ескертіп жатқан ескертулерді мүлдем қабыл етпейді деп алла тағала бізге Нұх пайғамбар қиссасында баяндайды. Ал енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам болса, одан да көп еңбек еткен халқын дінге келу үшін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бүкіл айла тәсілді қолданған. Қағбаға барып халқын шақырған, Сафа Маруа тауларын шығып пайғамбарымыз қауым шақырған болатын. Тіпті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның дін дауғатын, аманатын соншалық терең түсінген көрінісінің бірі, пайғамбарымыз саллаллаху Таиф қаласынан шыққан кезде, Таиф қаласының халқы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды әртүрлі жандай сөздер айтып, таспен ұрып шыққан кезде, пайғамбарымыз саллаллаху қасында, білесіздер, тау періштесі келеді. Сол кезде айтады ғой Жібірейіл періште: ей Мұхаммед, мынау мен қасында екі тау періштесі, егер қаласаң еді, қазір екі тау періштесі алып, Таиф қаласынан тауды қойып, жермен жексен етеді деп. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сол кездегі айтар сөзі осы дін саласында жүрген барша адамдарға бір арқа сүйер сөз болады деп ойлаймын: мен жеткізе алмай жатырмын деп пайғамбарымыз өзіне айтқан болатын. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи мынау халық тыңдамайды, мынау халық бүйтпейді сөйтпейді деп халыққа жалғырсаған жоқ, шағым айтқан жоқ. Бәлки пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзін сөккен болатын: Аллахым, мен жеткізе алмай жатырмын, халық мен қабыл етпей жатыр деп айтқан болатын. Сөйтіп халқының пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға дінді насихаттауын қабыл етпеген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қатты қайғыратын болған екен. Неге халық дінге келмей жатыр деп пайғамбарымыз қатты өз-өзіне сөгетін болған. Алла тағала Құранда айтады: қот нағлам иннаху ла яхзунук. Ей Мұхаммед, біз білеміз деп жатыр. Сенің халқының дінге келмеуі сені өте қатты қайғыртатынын біз білеміз деп жатыр. Аллазина яқулуна фа иннахум ла юказибунак. Бірақ Мұхаммед, сен біл деп жатыр, сенің халқың сені жалған шығарып жатқан жоқ дейді. Яғни сенің халқың сенің шынайы пайғамбар екенін біледі, бірақ олар сенің пайғамбарың екенін біле тұра, олар дінді қабыл етпей жүр деп айтады. Яғни халық шын мәнінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи шынайы пайғамбар екенін біледі да, бірақ пайғамбар екенін біле тұрғанмен дінді қабыл етпейді дейді. Осыған қатысты мына бірнеше ғалымдарымыз оқиға келтіреді. Осы аяттың түсуіне қандай себептер болған? Неге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға алла тағала осындай жұбаныш сөзін айтқан? Ең бірінші келтіретін риуаят, бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам немере інісі Али радиаллаху айтады.
Қала Али радиаллаху анху. Қала Абу Джахл ли Наби саллаллаху алейхи уассалам. Абу Джахл бұл кісі дін дұшпандардың бірі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір хадистен бірінде менің үмметімнің фирғауны Абу Джахл деген болатын. Білесіздер, Мұса пайғамбардың заманында залым патша фирғаун болса, осы үмметтің фирғауны ол Абу Джахл деген. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір сөзінде менің фирғауным Мұсаның фирғауынан жаман деген. Фирғауни әшәд мен фирғауни Мұса, менің фирғауным Мұсаның фирғауынан да жаман деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ескерткен болатын. Абу Джахл негізі құрметті бауырлар, ол кісінің шынайы аты Абу Хакам болған. Абу Хакам деген мағынасы хикмет, даналық иесі. Бірақ оны не үшін хикмет, даналық иесі деп аталды? Өйткені ол кісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам пайғамбар болмай тұрып, Мекке қаласында отырып, халықтың арасындағы кикілжіңдерді, келісе алмаған мәселе болатын болса, осы кісі шешіп беріп отырған. Біздің қазақ халқының түсінігіндегі бидің қызмет атқарған кісі болады. Егер мысалы екі кісі саудада немесе басқа мәселе келісе алмай қалып, бөліс дұрыс болмай жатқан болса, Абу Джахлге баратын болған. Ол кезде аты Абу Хакам. Былай істейміз деп халыққа жол көрсететін адам болады. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам пайғамбар болғаннан кейін ол кісі лақап аты Абу Джахл айналып кетеді. Енді қалайша даналықтың иесінен надандықтың иесіне ауысады. Ол кісінің даналықтан надандыққа кетуінің себебі, құрметті бауырлар, қызғаншақтық дейді ғалымдарымыз. Қазір хадисте түсіндіреміз, не себепті Абу Джахл соншалықты хикмет, даналық иесі бола тұра, неге ол кісі надандықтың иесі болды? Айтады ол кісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға: ей Мұхаммед, инна ла нуказибук, ей Мұхаммед, біз сені жалғанға шығармаймыз дейді. Уалакин нуказиби ма житта бихи, бірақ сенің әкелген дініңді біз қабыл етпейміз дейді. Фаанзалаллаху тағала, сөз Алла тағала осы Құран аятын түсіреді дейді. Бізде уақыт болған жоқ па екен? Азан уақыты. Енді осы аятқа тоқталатын болса, құрметті бауырлар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның атасы, біз өткен дәрісте айтқан болатынбыз, бүкіл тегі құрметті отбасыларынан. Пайғамбарымыз хадисте айтқандай, мен сульби наби иля сульби наби хатта сүрт набиен, яғни пайғамбардың белінен пайғамбардың беліне ауысып отырдым, пайғамбарым болғанша деп айтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сөзі бар. Алла елшісінің бүкіл тегі, құрметті бауырлар, бәрі текті ұрпақтан. Және осы дәріс айтқан болатынбыз, ғалымдарымыз арнайы зерттеп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тегін зерттеп, 500 атасынан зерттеп, сол 500 атасының арасында зинадан немесе оғаштылықтан пайда болған ешқандай адам жоқ деп айтқан. Яғни Алла тағала пайғамбарымызды таңдаған кезде де соны текті ұрпақтан таңдаған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, құрметті бауырлар, тегі құрметті. Ода ешқандай ләмин деп айтуға келмейді. Енді сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам аталардың бәрі текті ұрпақ болғаннан кейін, білесіздер, сол Араб жазирасында Ибрахим пайғамбардың миллеті немесе Ибрахим пайғамбар әкелген діні кең тараған болатын. Ал Ибрахим пайғамбар баршамызға белгілі болғанда, қазір қажылық маусымы сәйкессіз шығар мүмкін. Сол қажылыққа Қағбаны қайтадан тұрғызып, халықтың бәрін қажылыққа шақырғанда Ибрахим пайғамбар болатын. Және осы қажылық рәсімін өтеген кезде де біз бүкіл Ибрахим пайғамбардың өмірінен көптеген үзінділермен танысамыз. Енді сол Ибрахим пайғамбардан келген әдет, ғұрып, құрметті қажылар, сол кешіресіз құрметті бауырлар, қажылыққа келген кісілерге қызмет істеу бар. Ол арабтар үшін өте үлкен мәртебе. Мысалы, қажылыққа келетін кісілерге нан кесіп беру рәсім болған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның аталарының бірі Абу Хашим деп аталады. Ол кісінің Хашим аталасы, өйткені ол кісі нан турап беретін болған. Сол себепті Абу Хашим деп атайды. Ол Бану Хашим, өте үлкен мәртебе. Сонымен қатар қажылықта сиқоя дейтін рәсім бар. Сиқоя дейтін нәрсе қажылыққа келген кісілерге су беру. Арабтар үшін қажылыққа келген, сонда Құдайдың бұйрығын орындайтын адамдарға су беру деген сөз, құрметті бауырлар, өте үлкен құрмет. Тура сол сияқты Қағбаның ерекшеліктерінің бірі сыртына кисвасын жабу, киім несін, матасын жабу. Ол құрметті, өте үлкен құрмет. Және сол Қағбаға қасындағы несі бар, люва деп аталады, туын ұстауы бар. Осындай қажылық кезіндегі белгілі рәсімдері бар. Сол рәсімдердің көбісі, құрметті бауырлар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның ата-бабалары ұстаған енді. Сабақ азаннан жалғастырамыз. Сәл толтырып кетсек, осы айтқанымыздай арабтарда қажылыққа келетін кісілерге қызмет істеу өте үлкен мәртебе. Егер кім-де-кім сол нәрсені істейтін болса, онда сол қоғамда, сол тайпаның, немесе сол рудың, немесе сол елдің абыройы артық болады.
Жаңа айтқанымыздай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның атасы Құсай. Енді баршамыз мүмкін білесіз, пайғамбарымыз жүре бесінші атасына дейін, Исмаил пайғамбарға дейін тегі нақты, ода ешқандай күмән жоқ. Сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам аталарының бірі Құсай деп аталады. Енді біздің қазақ тілінде Қосай деп жатамыз ғой. Сол Құсай жаңа айтқанымыздай бүкіл қажылықтағы рәсімдерді басқарған. Арабтарда ол өте үлкен мәртебеге ие деген сөз. Сол кезде Абу Жахил айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тегі, яғни жаңа айтқанымыз Құсай соның ұрпақтары жаңа қажылықтағы рәсімдерді, люва, туды ұстау, сиқоя, суғару, қажыларға тамақ беру, қажыларға қызметінде болу, осылардың қолдарында дейді. Егер бұлардан енді пайғамбар шығатын болса, онда біз өштік деген сөз дейді. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның пайғамбарын шынайы екен біле тұра, пайғамбарымыз салсам пайғамбар болмай тұрады шыншыл адам екен біле тұра, әлгі іштегі қызғаныш сезімі, арабша хасад деп жатады ғой, сол зат Абу Жахилға пайғамбарымыз салсам артынан еруге кедергі болған дүние. Өкінішке орай біздің қазақтарда да бар ғой, мысалы үшін менің руым аты аталмай қалды, біздің елдің есімі аталмай қалды, неге менің атам аты аталмайды деген нәрсе біздің қоғамда көп кездеседі. Мүмкін біз мысалы қазақ деп жанымыз ашылмаса да, бірақ өзіміздің жағында тегіміз үшін, бізде мынау үшін деген сияқты біздің қоғамда да жоқ емес, баршамызға белгілі. Ал арабтарда ол нәрсе одан да бетер болған. Яғни менің атам, менің нем деген сияқты өте осыған қатты қараған болатын. Сол Абу Жахилдің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам шынайы пайғамбар екен біле тұра қарсы келуіне себепкер болған нәрсе осы әлгі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи тегінен пайғамбар шығуы. Қалай олдан шығады? Енді түсінікті болу үшін мына жерде екі не бар, ру бар қазақтарда. Мысалы үшін біреу мына жақта түсінікті айта салайық, мысалы үшін деп жатқаным ғой, енді мына жақта табындар бар, мына жерде не бар, суандар бар. Мысалы үшін менің руым суан ғой, енді просто соны айтып жатқаным ғой, табындар мен суандар бар. Енді вдруг мына жақта суандардың арасында бірі басылып озып кетіп бара жатқан болса, табын тұрып айту мүмкін, мысалы үшін ол суандар кім болып соншалықты деп айту мүмкін. Сөйтіп олардың андай деп сөйтіп именно текке байланысты қызғаныш орын алады. Тура сол сияқты Абу Жахилдің тегі емес, пайғамбарымыз салсам тегі алға кетіп бара жатқан кезде енді олардан тем более пайғамбар шығатын болса, біздің тегіміз құртылды, біздің тегіміз төмен болды деген сияқты ұғыммен осылайша Абу Жахил пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қарсы шыққан дейді. Сөйтіп сол Абу Жахилдің өзі айтқан сөзі бар, ей Мұхаммед, осы қызғаныш сезімі жібермейді. Және ғалымдар айтады, Абу Жахил надандықтың иесі болған себепке нәрсе осы қызғаншақтық сезімі оның түбінде құртқан дейді. Өзі өспейді, бірақ жоғары көтеріліп бара жатқан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам пайғамбар болған көре алмай, сол Бану Хашим ұрпағынан пайғамбар шыққан көре алмай, өз-өзін жеп, сол қызғаныштың салдарынан осылайша болып кеткен. Сол себеп пайғамбардың хадисі бар ғой, қызғаныштан сақ болыңдар, қызғаныш қалайша отынды жеген сияқты қызғанышта жақсы амалдан бәрін құрт жібереді. Адамға да қызғаныш сезімі оянатын болса, мына көз дейтін көрмей қалады да, сол адамды тек қана жолдарын кесуімен ғана күн өткізетін болады. Өкінішке орай байқасаңыздар, қызғаныш сезімі өте үлкен адамға өмірде зиян береді. Сол себепті Алла тағала баршамызды қызғаныш дейтін сезімнен сақ қылсын. Байқасаңыздар, Абу Жахилдің осылайша қарсы болған себепкер нәрсе, құрметті бауырлар, ол көре алмаушылық екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам шынайы пайғамбар екен, көре алмаған. Және осыған қатысты тағы бір риуаят келтіреді имам Бағауи дейтін тәфсірші ғалым. Ахнас ибн Шарих деген кісі келеді. Айтады, Абу Жахил айтшы деп жатыр. Осы Мұхаммед шынайы адам ба, яғни шынайы елші ма, әлде өтірік айтып жүрген біреу ма деп айтады. Сол кезде Абу Жахил айтады, мен Аллахтың атымен ант ішейін, Мұхаммед шынайы елші дейді. Бірақ дейді, егер біз оны мойындайтын болсақ, Бану Хашим ұрпағы көтеріледі, менің тегім өспей қалады. Сол себепті Мұхаммедтің әкелген нәрсесі ақиқат, бірақ іштегі қызғаншақ сезімі қайтадан ол кісінің дінді қабыл етпеуіне кедергі болады. Байқасаңыздар, бұл да адамға өте үлкен зиян береді. Енді Алла тағала пайғамбарымыз салсам айтады, қод нағлам инна ла яхсунук, ей Мұхаммед, сені осы нәрсе қайғыртатынын біз білеміз деп жатыр. Алла тағала пайғамбарымыз салсамның ішкі состояниясын біледі. Және пайғамбарымыз салсам тағы бір Құран аятында келеді, лағаллака баху нафсак дейді. Құран аяты, бұл Каф сүресіне келетін аят. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзін қатты жейтін болған екен да. Мынау бір адам іштей бір нәрсеге қатты күйінеді ғой. Мысалы үшін сіздің істеп жатқан саудаңыз жүрмей қалса,
алып келе жатқан товарыңыз бәрі күйіп кететін болса, немесе шіріп кететін болса, адам қатты шашиды, осынша ақша салдым, мынаның бәрі не болды деп. Біз кейбір мәселеде осылайша ішіміз қатты ашитын болса, өзі қатты өкініш көкірегімізді жейтін болса, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның көкірегін жеген нәрсе, құрметті бауырлар, ол халық дінге келмеген кезде екен. Осы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ішкі состояниесін түсінген Алла тағала айтады: ей Мұхаммед, сен олардың дінге келмегеніне қатты қапылмай қой. Олар сен ақиқат екенін біледі дейді. Бірақ ақиқат екенін біле тұра, өздерінің қырсықтары себепті және өздерінің көре алмағандық себепті сенің дініңе келмейді деп айтады. Сен дейді өзің қатты жемей қой дейді. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи өте қатты шамадан тыс уайымдаған кезде Алла тағала айтады: ей Мұхаммед, сен тек ескертушісің. Иннама анта музаккир. Ләста алейким би мусайтир. Ей Мұхаммед, сен ескертушісің. Оларға сен үкімін жүргізуші емессің деп айтады. Сенің жұмысың тек қана жеткізу. Ары қабыл ете ма, қабыл етпей ма, соған өзің қатты уайымдамай қой деп Алла тағала көптеген жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады. Бірақ пайғамбардың, құрметті бауырлар, ішкі дүниесі Алла тағала жұбатса да, халық дінге келмейтін болса, қатты өз-өзін сөккен, өзінің өзегін өртеген. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи тамаша мысал бар. Мен сендер мысалдарын мынандай деп айтады пайғамбарымыз саллаллаху алейхи. От жағылады, дәл қазір мысалы көшеге шығып от жақсаңыздар, от жанған кезде әлгі жынды көбелектер отқа келе бастайды. Сол пайғамбарымыз былай деп сипаттайды: түнде біреу адам от жағады, мен болса жаңағы көбелектер оттан құтқарып жүрген адам сияқтымын, сендер болатын болса отқа түсіп жатқан жаңағы жынды көбелектер сияқтысыңдар деп пайғамбарымыз сипаттаған еді. От қатты жанып тұр, адамдар болса отқа секіреді, пайғамбарымыз олардың бәрін қайта жүрген адам сияқтымын деген. Яғни пайғамбарым өз-өзін қатты сөгетін болған, құрметті бауырлар. Сол себепті Алла тағала айтқандай, пайғамбарымыз өзінің бақи нәпсі, өз-өзін өте қатты жеген екен, адамдар дінді қабыл етпейтін болса. Және айтады ғалымдарымыз, бұл да Алла тағаланың пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның ішкі дүниесін түсінгеннің тағы бір көрінісі, Құранда баяндағандай. Енді Алла тағала аятын жалғастырып айтады: «Уалакинна золимина би аятиллахи яджхадун». Бірақ залымдар дейді, Алла тағаланың ашық аяттарынан бет бұрады дейді. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мұғжизасын көрсетіп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи шынайы пайғамбар көрсетсе де, әлгі Абу Жахил болсын, басқа да Мекке мүшриктері пайғамбарымыз саллаллаху алейхи дағуатынан қашқан. Жаңа мен сізге баяндадым, ол қалай қашқан деп. Құранда бірнеше мысал бар. Бір мысал Алла тағала айтады: «Кәаннахумул мустанфиру фаррат мин қасвара» деп айтады. Бір мысал. Халықтың діннен қалай қашатыны. Мысал үшін Алла тағала былай деп баяндайды. Енді есте көрсеңіздер болады, құрметті бауырлар, Құран мысал ғой, менің сөзім емес. Құранда былай деп айтады: сіздер мына жақта зебра көрсеңіздер, мына жақта арыстан көрсеңіздер, арыстанды көрген кезде зебра қайтып қашады, көрген кезде бірден бұрылып қашады. Mesela біздің тілмен түсініктіру үшін, мына жақта қой тұрса, мына жақта қасқыр тұрса, қойды көрген қасқыр, қасқырды көрген кезде қой бірден қаша бастайды. Алла тағала Құранда осылай баяндайды: пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бейне бір қасқыр сияқты, немесе арыстан сияқты, адамдар болатын болса зебра сияқты. Қалай кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи шығатын болса, адамдар жаңа елік немесе зебра арыстан қашқан сияқты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи қашады. Немесе жаңа Құран мысал айтқанымыздай, пайғамбарымыз дін насихаттау жұмыстарын бастайтын болса, адамдар саусақтарын алып құлақтарын тығады, киімдерін болатын болса осылайша жау болады. Бұл деген не деген сөз, құрметті бауырлар? Адамдар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам діннен барынша қашады, діндағылар келмейді. Өйткені ақиқат бар, адам нәпсіне ауыр тиетін дүние бар. Ақиқат айтылған кезде әрқашан адамдарға қабылдау ауыр тиеді. Сөйтіп адамдар дейді Алла тағала, залым адамдар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам шынайы пайғамбар екенін біле тұрса да, осылайша қашқан болатын дейді. Бұл аяттар арқылы, құрметті бауырлар, біз сіздерге келтірген 4-5 аятта Алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху тіл қатқан кезде әрқашанда құрметпен, пайғамбарымыз саллаллаху ішкі дүниесін түсініп, жаңа пайғамбарымыз саллаллаху сөгіп емес, әрқашанда құрметпен сөйлеген дейді. Және ғалымдарымыз баяндайды, Алла тағаланың Құранда пайғамбарымыз саллаллаху тағы құрметтің көрінісі: «Ва мимма зукира мин хасаисихи ва бириллахи тағала бихи анна Аллах тағала хатаба жамиъ анбия би асмаихим». Егер құрметті бауырлар, сіздер Құран кәрімді ашып қарасаңыздар, және қазақша мағынасын оқыған кездің өзінде Алла тағала басқа пайғамбарларға қалаймен тіл қатады, пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам қалай тіл қатады, салыстырып қарасаңыздар болады. Егер Құранда мысалы Алла тағала Құранда: «Я Адам, ей Адам», «Я Нух, ей Нух», «Я Ибрахим, я Дауд, я Иса» деген сөздер естисіздер. Енді аттарымен атайды. Ей бәленше пайғамбар аттарымен. Ал енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам келген кезде: «Я аюха расул», ей елші деп шақырады. Және араб тілінде
я аюха деген мағынасы алыстағы да айтады. Алыстағы адам я аюха, ей бәленше деп айтады. Бірақ пайғамбарымыздың жақын тұрса да ей бәленше деп айтады, өйткені пайғамбардың дәрежесі жоғарыда болған себеп дейді ғалымдарымыз. Немесе Алла тағала Құранда я аюхан нәби, ей пайғамбар деп шақырады, яғни атын атамайды дейді. Әрқашан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи келген кезде құрметпен атына я аюхан нәби, я аюха расул, немесе я аюха музаммил, ей бүркеніп жатушы, я аюхал муддасир, ей оранып жатушы деген есімдермен әрқашанда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи тіл қатқан кезде Алла тағала құрметпен тіл қатқан деп ғалымдарымыз айтады. Бұл да құрмет бауырлар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның Алла тағаланың құзырында қаншалықты құрметке ие болғандығының көрінісі екені баршамызға аян. Сол себеп құрмет бауырлар, біздің жер бетіне мейірім болып келген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи қадір қасиетін біліп, сол пайғамбардың үмметі болған үшін әрқашан Алла тағалаға шүкірлік етіп, Алла елшісіне салауат айтымызды үнемі жолға қойық. Алла баршамызға пайғамбарымыз саллаллаху алейхи сүннетіне берік болып, соны берік ұстанатын мұсылмандардан қалсын. Және байқасаңыздар, осы жақын күндері біз не бітірдік қой енді, құрбан айт мейрамы. Сол құрбан айт мейрам негізінде Ибрахим пайғамбар және Исмаил пайғамбардың арасында болған оқиға негізінде. Және сол жерде біз білеміз, негізі құрбан айт мейрамы біз қой соямыз, не істейміз, бірақ негізі бір отбасылық мейрам дейді ғалымдарымыз. Өйткені Алла тағала аят түсірген кезде Ибрахимге өзінің баласы Исмаилді бауыздайтын жайлы хабар келген кезде, осында үкім келген кезде баласы Исмаил бойсынады. Және Ибрахим пайғамбарда сонша ұзақ күткен баласын бауыздауға бойсынады. Сол жерде ғалымдарымыз айтады ғой, Аллах тағаланың бұйрығын орындауға шыққан кезде Ибрахим пайғамбар баласы Исмаилді алып шығады дейді сыртқа. Сөйтіп Ибрахим пайғамбар баласын жерге жатқызады. Сол кезде Ибрахим пайғамбардың баласы Исмаил тіл қатады деді, ей әкетай, мен бауыздамастан бұрын аяғым жақсылап байлашы деп айтады. Өйткені бауыздап жатқан кезде мен Аллах тағаланың бұйрығын орындаудан қашып кетпейін дейді. Және әкетай, бауыздайтын кезде киімді абайлаш дейді. Сойған кезде менің қаным шығып кетіп, сенің киіміңе тиіп, киімің ластан кетпесін деп айтады. Және әкетай, менің киім ластанып, анам көрген кезде сенің киімің кір болып қалып деп, анамның көңіліне қайғы келетін шығар деп айтады. Жаңа айтады, әкетай, мен үстімдегі киімді қамисімді шешіп алып, анама берші дейді. Киім мүмкін анам дейді, осы зат киімді көрген кезде мүмкін көңілі тынышталып қалар деген сияқты сөз айтады. Және осындай дүние көп, енді қысқа көп созғым келіп жатқан жоқ. Яғни негізі құрбан айт мейрамын ғалымдарымыз айтады, ол жердегі әкенің, баланың және ананың отбасы мүшелерінің бір-біріне жәрдемі. Неге жәрдем деген кезде Аллахтың бұйрығын орындауға. Және құрбан айт мейрамының негізіндегі үлкен мәселенің бірі, құрмет барлар, ол осы Ибрахим пайғамбардың отбасындағы мәміле, бір-біріне жәрдем беру өте үлкен өнеге деп жатыр. Және әрқайсымыз мұсылмандар осы Ибрахим пайғамбардың отбасында болған мәмілені бір-бірімізге беруден Аллахтан сұраймыз. Және мән берсеңіздер, біз осы неге дұға еткен кезде салауатта, байқадыңыздар ма? Аллахумма салли аля саййидина Мұхаммад ва аля али Мұхаммад кама саллайта аля Ибрахим ва аля али Ибрахим айтамыз. Неге Муса, неге Закария, немесе Иса емес, неге именно Ибрахим айтамыз? Өйткені Ибрахимнің Алла тағала берген ұрпақтарында, Исмаилда болсын, Исхақта болсын, Алла тағала береке берген. Отбасы керемет болған. Сол себепті имам Шафи айтады, Ибрахим пайғамбар абзал ма, Мұхаммед пайғамбар абзал ма дейді, сөзсіз Мұхаммед саллаллаху алейхи абзал дейді. Неге онда біз Ибрахимге берген берекетті Мұхаммедке сұраймыз дейді? Біз Мұхаммед үшін сұрамаймыз дейді. Біз Мұхаммедтің отбасы үшін сұраймыз дейді. Мұхаммедтің отбасы үшін сұраймыз. Ал енді Мұхаммедтің отбасы кім деген кезде ғалымдарда 4-5 көзқарас бар. Соның бір көзқарасы, кез келген тақуа мұсылман, ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам отбасы деп жатыр. Сол біз Аллахтан салауат айтқан кезде, құрмет бауырлар, сұрайтынымыз, Аллахым Ибрахим пайғамбардың отбасына берген берекеңді біздің отырған осы жерде әрқайсысы отырған мұсылманның отбасына бер деп Аллахтан сұраймыз. Сол себеп құрмет бауырлар, Алла тағала Ибрахим пайғамбарлардың ұрпағын қалайша Құдайға бойсынатын, Құдайдың әмірін орындайтын ұрпақ берген сияқты, Алла баршамызға Құдайдың бұйрықтарына жәрдем беретін ұрпақ беруді нәсіп етсін. Ахир дауана инальхамдулиллахи роббил аламин.